Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерде арнада мен Ілес Бақытлы және біздің қонағымыз, біздің шәкіртіміз, тендер маманы Әділет. Әділет, қош келдің. Рахмет. Жалпы Әділет осыған дейін біздің тендер курсын оқыған болатын. Бізде, яғни қай потокта оқыдың, Әділет? Бірінші потокта оқыдық. Бірінші потокта қашан басталып еді ол? Ненің 30 қаңтар бастадық. 30 қаңтар бастап, қателеспесем 10 ақпан аяқтадық. 10 ақпан аяқтадық. Тамаша. Курс барысында да жалпы Әділетті видеоға түсірген болатынбыз, сторисқа салып жүрген болатынбыз, көрген боларсыздар. Сіздерге жүзі таныс жігіт болар. Басынан бастап бізде белсенділік танытқан болатын. Қазіргі таңда осы шәкірттеріміздің нәтижесімен бөлісейік деп осындай тамаша нәтижемен біздің оқырмандарға бөліскелі отырмыз. Ендеше Әділет, жалпы қазір тендер қалай болып жатыр? Қазір тендер жақсы дәрежеде. Барлық тендерді қолымыздан келгенше зерттеп қатысуға тырысып отырмыз. Өте керемет. Тендермен ақша табуға бола ма екен? Болады, әрине. Жақсы табуға болады. Жалпы тендерға дейін қай салада жұмыс атқардың? Жалпы тендерға дейін менде жеке кәсіп болды. Қай салада? Жалпы сату саласында біздер. Тамаша. Жалпы өзің Оралдың жігітсің бе? Оралдың. Енді бізде қателеспесем, сен курс оқып жүріп, екінші күннен бе, үшінші күннен бастап па уже тендер ұтып бастадың? Үшінші күннен бастап тендер қатысып бастадық біздер. Қатысып бастадыңыздар, тамаша, ол да бір үлкен жетістіктер. Енді жаңа мына сіздерге запись экран көрсететін боламыз. Біздің Әділеттің Госзак порталына кіріп отырмыз. Осы күнге дейін жалпы 40 тендерға қатысқан екен. Тамаша, мен де әрине осыны көріп қуанып отырмын. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Біздің шәкірттеріміз осындай нәтижеге жетіп жатқаны біз үшін бұл да үлкен қуаныш. Жалпы қай салада қатысып жатсың тендерларға? Жалпы қазіргі таңда мен канс товарлар бірінші очередь қатысып жатырмын, екінші очередьте сантехниканың товарларымен қатысып жатырмық және бытовой техникалармен, сосын электр товарлармен қатысып жатырмық. Осы 4 бағытпен қатысып отырмын. 4 бағытта да. Жалпы қай аумақта, қай регионда? Қазіргі таңда тек қана осы Батыс Қазақстан облысы бойынша жұмыстанып отырмық, бірақ алдағы уақытта Қазақстанға шығамыз. Қазақстанға шығыстарда. Әрине, бұл үлкен тендерларға шығу үшін, басқа аумақтарға шығу үшін тәжірибе керек. Енді сіздердің оқу бітіргендеріңізге қазіргі уақытпен алатын болсақ, 1 ай 17 күндей ғана өткен екен, да? 1 ай жарым уақыт. 1 ай жарым уақыт өткен екен. 1 ай жарымның ішінде 40 тендерді ұтып, оны пайдамен жабу деген бұл үлкен жетістік. Жалпы жаңа міне Әділеттің біз санап отырмыз қағазда, өзіміз Әділет 40 тендер ұтқан, тапқан табысы, жалпы сумасы, тек өзінің көріп отқан пайдасы 782 мың теңге табысқа жеткен 1 ай жарымның ішінде. Бұл әрине үлкен жетістік деп ойлаймыз. Енді Әділеттің мына қарап отырмыз порталдан ең үлкен тендер қандай, Әділет, сенің? Ең үлкен тендер менің 422 мыңға қатысқан тендеріміз. Ол Казталовка ауылына пылесос жеткіздік. Пылесос, яғни шаң сорғышта? Шаң сорғыш. Шаң сорғыш жеткізген екен, міне көріп отырмыз, тамаша. Және де бүгін де тендерға қатысыпсыз. Бүгіннің өзінде неше? 7 заявка жіберіп қойған екенсіз. Бүгін 10 заявка кетті. 10 заявка жібердік. Соның 3-і бітті, 7-і қалды. 3-інің результаты шықты, 7-і енді шығады. 3-інің 2-і насып отырық. Күніне неше тендер қатысып отыр сонда? Жалпы ең аз дегенде күніне 10 тендер қатысамыз. Мысалға бүгінгі дейтін 17 тендер зерттедік, соның 10-ы қатысуға тұрарлық болса 10-ына қатыстық. Ертеңге 19 тендер зерттеліп тұр. Алғасы ертең 19 тендер қатысамыз. Тамаша, тамаша. Міне үлкен нәтижелер, үлкен жетістіктер көріп тұрсыздар, азғантай қадамдардан басталады. Енді мұнда Әділеттің қарап отырмын, қателеспесем, ең азғантай сумасы 4000 теңге, ең үлкен сумасы 422 мың теңге. Жалпы айтқан кезде азғантай сомадағы тендерларға қатысып отыр екен. Енді біздің тілмен айтқан кезде мелочтарға қатысып отыр. Бірақ та соның өзінде 782 мың теңге таза пайдаға шығып отыр. Бұл тамаша, бұл айтқан кезде тәсіл, тамаша тактика, үлкен жетістік. Енді 700 мың теңгені өзің тек қана Батыс Қазақстанда отырып тауып отырсың. Егер енді алдағы уақытта Қазақстанға шығатын болсаң, бір үлкен миллиондардың басын бағындыратын тендер мамандардың қатарынан көреді деп ойлаймыз. Алла қаласа.
Жалпы тендерге ақшаны қайдан алып жатсың? Көбісінің қоятын сұрақтары сол да, инвестор қалай болады деген секілді. Соған жауап бере аласың ба? Басында енді бізде азын шоғын тендерларға бастап қатыстық. Аз сомадағы тендерлермен қатысып, жайлап барымызша қаражат жинақтадық. Енді қазіргі таңда инвесторлармен жұмыс істеп отырмын. Тек қана инвесторлармен. Тамаша. Енді өзің тендер бастау үшін саған қанша сома керек болды басында? Басында маған тендер бастау үшін 100 мың ақша жеткілікті болды бастап кетуіме. Қазіргі таңда енді жоқ дегенде 1,5 миллиондай керек маған. Енді біз әрине тәжірибе бар, айналып кетуіміз үшін крупныйға қатысуға шама келсе тырысып жатырмыз. Тамаша, іске сәт. Әділет, осыдан біз ең алғашқы потокты бастайтын кезде алғашқы клиенттарымыздың, яғни алғашқы шәкірттеріміздің бірі болып келген. Мен сіздерге бір қызық оқиға айтайын. Әділет бізден оқуды қарызға оқыған болатын. Жарты сомасын беріп, жартысына ақша жетпей, бізден енді өзінің уәдесін беріп қалған соманы осы курс аяқталғанша төлеп берем деп. Солай болған. Сөйтіп біз Әділетке сенім артып, қарызға оқытқан болатынбыз Әділетті. Соның енді солай жасағаныма, соған келіскеніме бір жағынан қуанып отырмын. Бізге ол үлкен нәтиже. Қазіргі таңда шәкірттеріміз біздің осындай үлкен жетістікке жетіп жатқаны, осындай табысқа жетіп жатқаны, жақсы тендер маманы болып жатқанына біздің оған да бізде қуанамыз. Енді оқырмандарға не айтасыз? Оқырмандарға келіңіздер, тендерге қатысыңыздар. Лис мырзадан сабақ алыңыздар. Өте керемет. Менде де жалпы енді байымыз деген бағытта осы тендерге келдік біздер. Қазіргі таңда Аллаға шүкір ешқандай өкінішіміз жоқ. Керемет нәтижедеміз. Ары қарай жасай береміз, біздер көтеріле береміз. Сіздер де оқыңыздар. Тендер өте керемет. Тендерде ақша бар. Әрине тендерде ақша бар. Енді тендер ол мемлекетпен жұмыс жасап отқаннан кейін бұл тендердің жоқ болып кету үшін мемлекетте жоқ болып кету керек. Енді ондайдан Құдай сақтасын. Әрине тендердің бітетін оның сезоны да болмайды. Әрқашанда тендермен айналысуға әлі кеш емес. Сондықтан да баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Бауырым, саған да сәттілік. Табысты күндерде, жақсы күндерде кездескенше бай қуатты болайық. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сау болыңыздар.